Жаз дедім, міне осылай қалай болды солай. Сосын өзі отырды. Мен өз мойныма міндеттемемді алам. Осындай жылқыны жоқ екен жетпестігін мойындайын бәрін. Осындай жылқыны орнына осы кезге дейін қойып шығамын деді. Жақсы аға, енді қараңыз, түсініктеме жазғырғаныңызды түсіндім. Бірақ неге сіз оған міндеттедіңіз? Не себепті? Орнына қойдыруға малынды. Не себепті ол кісі қою керек орнына? Қалай ойлайсыз? Жоғалтқан мал. Енді ол материально ответственное лицоға. Материально ответственное лицо. Қай жылдан бері? Ол так. Қайда ол деген 18, мына новый договормен 18 бе 16-тан бері договоры бар, қазір көрсетті. Сол материально ответственное лицо бәрі бар, сохранить конфиденциальность, бүкіл бәрі договорлері бар. Жалпы ең алғашқы договорды қай жылы составлять еттіңіздер, бекіттіңіздер? Ой, ұмытып қалдым оны. 2013-14-те? Одан да бұрын шығар. Оны ұмытып қалдым. 2010 бар ғой бәрі де. Бәрі де бар. Ең алғаш зейнетақыны қашан алды, пенсиясын? Пенсионный қашан жүрді, начисление? Оны қазір шын айтамын, Руслан, білмеймін. Жоқ, аға, ол маңызды сұрақ. Сіз енді кәсіпкерсіз, жұмыс берушісіз. Ол жұмыс істеуші. Жұмыс беруші мен жұмыс істеушінің арасында келісімшарт болады. Онда оның несі, медстраховкасы, жаңағы несі, бәрі бар. Қай жылдан бастап бар? Мына соңғы договорымен, несі, мына соңғы договорымен 18 бе 16-та жасалған договор, сол кезден бастап бар. Сол кезден бастап бар. Ал ол қай кезден бастап сіздің малыңызды бағады? Неден? Аға, енді өтірік істемеңізші. Ол қай кезден бастап сіздің фермада мал бағады? 93-тен бері. Неге 93-тен бері сондай договор жоқ? Бояғы да бар, ол қайда қалған, тауып берем бар. Жоқ, енді бізде соттың несінде бәрі тұр ғой. Енді мен құжатқа сенем. Менің көргенім сол. 14-ші жылы бірінші сіздер келісімшартқа отырғансыздар. Бірақ пенсионный 18-ші жылдан бастап жүрген. Жоқ, енді Руслан, сен түсін да, мен договорды обновить еткеннен кейін бар ғой, договорды обновить еткеннен кейін да новый медстраховка, новый пенсионный жүреді. Новый пенсионный жүреді. Договорда. Ана договорлардікі өзінде. Мен 18-де ба, 16-шы жыл жасадым ба, ұмытып отыр, қарайым. Содан, алып келдім мен бәрін. Содан бастап пенсионныйда медстраховкасы да содан бері жүріп жатыр. Зарплатасы. Қанша теңге? 150 мың ба? 150 мың. Қазір менде қай жылдан? 20-шы жылдан ба? Жүріп инсульт алып, ешкім қасында жоқ, ешкім білмейді, өзі телефонмен шаққа балдарына хабар айтып, балдары барып әкеліп, скорыймен больницаға салды Қандыағашқа. Сол түгел емін алмай, елеуіп Тәжғали үстінен арыз беріп, жылқым жетпейді деп, мойнына 100 жылқы салып қойған. Қорыққаннан бұл бала білмейді, сауаты да жоқ, дұрыс орысша да білмейді. Қандыағашқа барып, сотқа барғанда қол қойып жіберген ғой. Сол қол арқылы бұл сотқа беріп, мінекей 2 ай 20 күн түрмеде күнін өткізді. Жылқы баққанымен ешқандай еңбегі бағаланған жоқ. Келеді 2-ші группа, бұл да міне инвалид болып қалды, мал бағам деп.